أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Бірінші байлық калима шариф. Мүбәрәк пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: ол заман Алланың бір момын құлы ла илаха иллаллаху Мұхаммадур Расулуллах деп айтса, оның аузынан жасыл құсқа ұқсаған бір періште ұшып шығады. Ол періштенің ақ түсті, дүр және жақұттан болған қымбат асыл тастармен қапталған екі қанаты бар. Бір қанаты батысқа, бір қанаты шығысқа жетеді. Егер қанаттарын жаятын болса, шығыстан да, батыстан да асып кетіп, аспанға дейін жайылып көтеріледі. Тіпті Алланың ғаршысына дейін жетеді. Ол періштенің қанаттарының қағысынан бал арасыныкіндей қатты дыбыс шығады. Сонда ғаршыны көтеріп тұрған періштелер Алланың құрметіне, Алланың ұлықтығының беделіне дыбысыңды пәсейтші, төмендетші деп жалынғандай болады. Сонда періште Алла тағала калима оқыған адамды кешіргенге дейін дыбысымды төмендетпеймін деп жауап береді. Содан соң Алла тағала ол періштеге 70 000 тіл береді. Періште сол тілдермен калима оқыған адамға та қияметке дейін кешірім тілейді. Содан соң қиямет күні болғанда 70 000 тілі бар періште келеді де калима оқушы адамның қолынан ұстап сират көпірінен жарқ еткен тоқтың тездігіндей жылдамдықпен алып өтіп жәннатқа кіргізеді. Біздер осы калима шарифті күніне 10 000 рет оқитын болсақ, 700 миллион тілі бар 10 000 періштені Құдай тағала жаратады. Егер айына есептейтін болсақ, 21 миллиард тілі бар 300 000 періштені жаратады. Егер жылына есептейтін болсақ, 255 миллиард 500 миллион тілі бар 3 миллион 650 000 періштені жаратады. Егер 10 жылда оқитын болсақ, 2 триллион 555 миллиард тілі бар 36 миллион 500 000 періштені жаратса, 50 жыл бойы үзбей тағаттана оқитын болсақ, Құдай тағала 127 триллион 750 миллиард тілі бар 1 миллиард 825 миллион періштені жаратады. Әрине, бұл шартты есептеу мысал үшін ғана. Шындығында бұл ешбір есепке сыймайтын рухани қазына ва шексіз рухани байлық.